Сәлем, бүгін өтетін тақырыбымыз сөмкеңде не бар? Мына сөздерді есіңде сақта. Сөмке, кітап, дәптер, қалам, қарындаш, көзілдірік, кілт, құлаққап, қолшатыр, әмиян, ақша, айна, тарақ, телефон. Ендігі тапсырма. Әмиянды тап. Өзіңді тексер. Иә, бұл әмиян. Қолшатырды тап. Дұрыс, бұл қолшатыр. Бұл ақша ма, айна ма? Дұрыс, бұл айна. Бұл қалам ба, қарындаш па? Дұрыс, бұл қалам. Енді мына нәрсені есіңде сақта. Біз сұрақ қою үшін ма, ме, ба, пе, па, пе сұраулық шылауларын пайдаланамыз. Мысалы, сенің сөмкеңде телефон бар ма? Менің сөмкемде телефон жоқ. Сенің көзілдірігің бар ма? Иә, менің көзілдірігім бар. Сонымен қатар, мына нәрселерді есіңде сақта. Сұрау есімдіктері. Сенің атың кім? Менің атым Әлия. Сөмкеңде не бар? Сөмкемде ақша бар. Неше тіл білесің? 5 тіл білемін. Қай мамандықта оқисың? Мұғалім мамандығында оқимын. Ендігі тапсырма. Сұрау есімдіктерін орналастыр. Жарайсың, өзіңді тексер. Сенің атың кім? Сөмкеңде не бар? Сөмкеңде қалам бар ма? Неше тіл білесің? Қай мамандықта оқисың? Сонымен көріскенше сау бол.